Быйыл жауған қар былтырғы жылдың осы кезеңмен салыстыруға мүлдем келмейді. Нормадан 5 есе артық жауған ақ ұлпа біраз көлік жүргізушілерін әбігерге салуы тиіс еді. Алайда коммуналдық кәсіпорындардың күшейтілген режимде жұмыс істеу нәтижесінде жолдар уақытылы тазаланып жатыр. Сүттішев көшесі бойында бұл мақсатқа 20 техника жұмылдырылған. Тиісті механикалық жұмыстан бөлек адам күші де қолданылып жатыр. Бір жолдарды тазаласа, коммуналдық қызметкерлер техника өте алмайтын жерлерді ретке келтіруде. Барлық жұмыстар шаһар басшысының бақылауында. Марат Тасмағамбетовтың айтуынша, күн сайын қала әкімдігі мониторинг жүргізеді. Недостатки, которые были выявлены. Мониторинг нәтижесінде кәсіпорындар жіберген қателіктер анықталды. Оның бірі қар тазалау жұмыстарына адам күшінің қолданылмауы. Бұл олқылықты жойып, жұмыспен қамту орталығы арқылы 47 адамды еңбекпен қамтыдық. Биыл тиісті шараларға 9 кәсіпорын жұмылдырылған. Кешкі уақытта қала көшелеріне 160 тиісті көлік пен 200 адам шығады. Бүгіннің өзінде Петропавлдан 20 мың текше қар шығарылды. Олар 3 арнайы алаңға жеткізілді. Дегенмен жұмыстарға кедергі болатын факторлар жоқ емес. Оның бірі жүргізушілердің темір тұлпарларын жол бойында қалдырып кетуі. Өкініштісі, мұндай кедергілер үшін көлік иелері жауапқа тартылмайды. Полицейлердің сөзінше, кей тұрғындар үйлері мен дүкендері маңынан қарды сырып, көлік пен жаяу жүргіншілердің қозғалысын шектейді. Абаттандыру ережесін бұзғандарға әкімшілік жаза қарастырылған. Кодекстің 505 бабына сәйкес тұрғындарға айыппұл салынады. Биылдың өзінде тиісті шара 1,5 мың адамға қолданылды. Сондай-ақ 100 заңды тұлға жазасын алды. Көлік жүргізушілеріне айтарымыз: темір тұлпарларды жолда қалдырмаңыз. Себебі қар тазалау техникасы барлық аумақты қамти алмайды. Қар тазалау жұмыстары қаланың магистральды көшелерінен бөлек шектер аудандарда да жүргізілуде. Қалалықтарда кешкі уақытта техниканың көп шоғырлануын көріп жатыр. Часто прохожу и вижу, что чистят и тротуары, и дороги. Молодцы. Вчера буквально ехала такси, там тоже почистили снег. Все нормально. Конечно, надо, чтобы чистили, потому что в скором снегопад начнет препятствовать передвижению, и наверняка это приведет к проблемам на дорогах. Айта кету керек, қар қала сыртына 50 арнайы көлікпен шығарылады. Күні бойы жүргізілген жұмыстың нәтижесін тұрғындар таң атысымен көріп жатады. Күндіз тиісті шаралар тоқталмай, құм-тұз қоспасы жолдарға себіледі. Бүгінде 2,5 мың тонна мұз тайғаққа қарсы материал әзірленді.